Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірілімдерде қазіргі кезде енді өте шаруа өте көп, яғни жаз бітіп жатыр, күз келе жатыр. Сол себепті өнімдердің барлығы жаппай пісіп жатыр. Сол себепті де мен сіздерге қазір алдан көрсетіп тұрғаным слива, яғни өз ауламда жинап жатқан өте дәмді, ешқандай химикатсыз қазақ жей беруге болады. Қазіргі кезде енді пісіп жатқан. Алдарыңызда көріп тұрмын, осы слива. Нәжелердің барлығын алып тастадым. Мен үстіңгі жоқтары қалды. Іші көріп тұрсаңыздар, міне мынандай ешқандай химикатсыз осылай алып сүртіп жіберуге болады. Сіздерге жіберіп жатқан жаңа Ақтау, Шетпе, Алматы, тағы жақ Атырау, Ақтөбе осы сливаның көшеттері. Күзгі жазғы тапсырыстарда қабылдап жатырмын. Өте өнімді. Және көріп тұрсаңыздар, барлығында өнім бар. Нәжелерді кеше теріп тастадым. Ешқандай химикат қолданбаймын, тек диктарный сабынды қолданамын, білесіздер. Сол себептен осылай сүртіп алып балдарға ешқандай зиянсыз жей беруге болады. Өте тәтті сорт. Қазір сіздерге көрсетейін. Мына жақтың барлығы тұнып тұр, көріп тұрсаңыздар. Мына жақтың барлығы да тұнып тұр. Әлі мен күніге уже неше шелек жинадым. Әлі қаншама бар. Сол себептен алдын ала брондап қойсаңыздар болады. Әрі қарай жалғастырайық. Соңғы отырғызған кабачогым жайлап теріп жатырмыз. Ол енді шығып жатыр. Мен астыңғы жапырақтан алып тастадым. Яна сарайған жапырақтан алып тастайсыздар. Артық көлеңке болмау үшін. Мына енді көріп тұрсаңыздар, міне басы мына жерден басталады. Шетше ұзыннан кете берген кезде мына жерлердің барлығында кабачок шығып жатыр. Енді бұл қашанға дейін шығады көреміз, әлі күн жылылығына байланысты. Мына жерде тағы да бір сливаның сорты бар. Бұл енді кішкене құрт араласқан. Бұны көп диктарный шашпаған болатынмын. Бірақ та бұл енді сіздерге айтайын, егіздеп туады. Жаңа вишня сияқты. Көрдіңіздер, шамалы құрт түскен. Егіздеп жайлы кішкене үлкендеу, бірақ бұл кішкене жай піседі. Мына жерде де бар, бұл кішкене биыл енді ғана бастап өнімін беріп жатыр. Бұл да басқа сорт. Атын ұмытып қалып тұрмын, есіме түсірген кезде айтатын боламын. Тыквалар енді жайлап шығып жатыр, суарып жатырмын. Міне кішкентай баяғыдай емес, енді кішкентай, себебі басында ғана жаңбыр жауды, одан кейін жаңбыр жауған жоқ. Су деген енді қазіргі кезде айтсам, су тапшылып бара жатыр. Сол себептен көбінесе талға көшіп жатырық. Бірақ енді біз асқабақ жақсы жейтін болғасын өсіргенмін. Асқабақ өте суды өте қатты жақсы көреді. Сол себептен суарған дұрыс. Енді бізде деген су болмай жатыр. Сол себептен осындай болып тұр. Бірақ енді шағын болса да, мына біздің торпеда сіздерге жіберіп жатқан. Көріп тұрсаңыздар, мыналар жаңағы қауын тәріздесі анау. Мынау жаңағыдай кәдімгі 100 фунтовый деп аталатын өте ірі болып шығатын қауынды, кешіріңіздер, асқабақтың бірі. Бірақ бізге осы көлемде жарайды. Тым үлкен болса да оны жеу арт жағынан обал болып қалады. Қалған мына жердегілер енді кабачоктарды жайлап, бұл енді ескісі, бірақ жайлап дегенмен де шығып жатыр, міне ескісі. Слива мына кабачоктың қасында міне төгіліп жатыр. Бұл басқасы, әлі бұл әзір піспейді, әзір. Қыркүйектің кішкене аяғына таман пісетін сорттың бірі. Міне мынандай көбісі осындай егісі жүрек тәріздес. Осындай көбісі осындай. Өте керемет. Қиярға кетім сайын, қияр енді қазір күн салқындап, түн салқын ғой. Сол себептен бұл уже салқындықты көтере алмайды. Бірақ дегенмен де жайлап бастап беріп жатыр. Әйтеуір шамалы болса да күніге осылай беріп жатыр. Бірақ бізде күнден кешкі таман, түнге таман 10 градус, 11 градус болады. Сол себептен қиярға бұл өте ауыр. Перецтерді негізі жылу сүйгіш көкөністердің бірі, бірақ дегенмен де шамасына қарай алдында перецтер жинап алғанбыз, басқалар өссін деп. Міне көрсеңіздер, негізі үлкейіп, оны қызарғанша күтпеген жақсы, себебі ол қызарам дегенше мынандайлары, мындай жаңа шығып келе жатқан тәтті бұрыштар өспей қалады. Сол себептен көкте болса да жұлып алғандарыңыз дұрыс. Мына жерде баклажан да жайлап пісіп жатыр. Одан кейін енді қызанақ дегенді көтере алмай жатыр. Мына қараңыздар, енді хурма деген сорт енді құлап жатқан соншалықты салмақтарынан сіздерге көрсетейін. Бүгін қызанақтардың барлығын тереңдеп жатырмын. Қанша жерден байлаған өзінде міне құлап қалып жатыр. Мына жақтарын көрсетейін сіздерге. Мына қараңыздар. Мына жерде міне астан, қаншамасы жатыр. Әрең алдым ау, міне. Мына қараңыздар. Бір өзі бұдан да үлкені болған, алдында сізге Instagram парақшасын салған болатынмын. Бұл енді сондай жобадан, бірақ міне көрдіңіздер ме, қанша етті. Ар жақтан барлығында қаншамасы жатыр. Соның барлығында қазір теретін боламын. Мына жақта да сол барлық құлап жатыр, үлгере алмай жатырмын. Мына жерде сіздерге айтқан персик деген сорт. Көріп тұрсаңыздар, сырты персикке тәріздес, міне. Сырты ақшыл, жаңағыдай қар тәріздес болып тұр. Әбден қызарады, сол кезде алуға болады. Вишня бізде енді
өнімін беріп болды. Өнім беріп болғаннан кейін міндетті түрде өте жаңағыдай мол қылып суарамыз. Себебі жаңбыр болсын болмасын, себебі қаншама күшті кетірді. Сол себептен вишняның пісуіне ол қаншама суын кетірді. Сол себептен мол қылып суарамыз. Содан кейін барып астын ақтайтын боламыз. Сливаны да алмұртты да сөйтіп істейтін боламыз. Кезекті грушаға келдік. Грушада күні кейінді бастап жинап жатырмын. Көріп тұрсаңыздар қаншама. Көлемі осындай болып піседі. Одан артық піспейді. Міне қызыл болып тұрғаны күнге қызарған жағы. Өте дәмді қатты болғанымен қаншама көп. Барлығында алып сгущенкада істеуге болады, вареньеде істеуге болады, компотта жауып жатырмын. Өте өнімді, бірақ грушаның әзірге жаңағыдай шыбығы жоқ. Қалған шыбықтардың барлығы бар. Мына жерде кешіңізде груша жеп жүрмін. Өте дәмді. Осылай алып жеп жүре беремін, уламасын. Бұл жерде сәбіздер отырғызған, яғни көшет арқылы отырғызған сәбіздер, және де қызылша гасте көрсетейін. Және кеше жайлап алып жұлып жатырмыз. Көріп тұрсаңыздар, міне қаншама өсіп қалған. Керемет. Ірі де емес, ұсақ та емес, өте керемет болып жатыр. Әзір бұларды алу ерте. Қызылша мен сәбізді сол себептен әлі де суарамыз. Жаңбыр жаумағаны қиын, кәдімгідей барлығы да күніге құрғап кетеді. Одан ар жағындағысын барлығы да асқабақтар. Ежевиканда не бастап гүлдеп жатыр. Алдында өнімдер кішкене азайды. Мына жерде сол себептен міне қайттан бұл жақсы жер, бұл үздіксіз гүлдеп өнім бере жатады. Бұның гүлдеу уақыты мамыр айынан бастап осы қара күзге дейін. Сол себептен алдын ала брондап тапсырыс берсеңіздер де болады. Міне көрдіңіздер ме? Гүлдеп әрі өнім шығып жатыр. Алдыңғыларын теріп тастадым. Міне көріп тұрсаңыздар, жаңбыр жаумағасын бүкіл жапырақтары барлығы шаң-шаң болып кетті. Жаңбыр жауады деген үміттеміз. Сол себептен күдерлерімізді үзбейміз. Дегенмен де су бар, су арқылы суарып отырмыз барлығын. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, барлығы сливаны енді қазір жинауды үстіндемін. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар. Және Инстаграм парақшасына жазылуды ұмытпаңыздар. Себебі күнделікті түсірілімдерді, суреттерді соған салып отыратын боламын.